Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында үгітіліп тұратын осындай әдемі песочный пирог дайындайтын боламыз. Начинкасына варенка қосамыз, қыздар. Осындай өте дәмді үгітіліп тұратын, тез арада дайын болатын пирогтың рецептін сіздерге ұсынамын. Құрамына керек ұн, май, разрыхитель, сахарная пудра, бір жұмыртқа и варенкамыз кетеді. Ең алдымен ұнымыздың үстіне сахарный пудрамызды, разрыхителімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, одан кейін ұнымыздың үстіне майымызды қосатын боламыз. Майымыз комнатный температурада болу керек. Міне осындай үгітіліп тұратын өте осындай песочный болып тұру керек, қыздар. Содан кейін барып үстіне бір жұмыртқамызды саламыз да, тестамызды жақсылап илеп аламыз. Тестамыз дайын болған тестамызды, қыздар, 10 минутқа холодильникке салып аламыз. Начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына варенкамызды өзіміздің қалауларыңыз бойынша жер жаңғақ болсын, орехс болсын қоссаңыздар болады. Қыздар, тестамызды холодильниктен алып шығып, екі бөлікке бөлетін боламыз. Бүресін кіші қып, бүресін үлкен қып. Үлкен тестамды мен ыдысыма жаятын боламын. Ыдысым менде 24 сантиметр. Қыздар, мен начинкасын құйдым. Духовкада 180 градуста 20 минут, 25 минут қана астаймыз, қыздар. Дайын болды. Осының бетіне мен сахарный пудрамды сеуіп шығатын боламын. Баршаңызға ас болсын. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.